2, 3, 4, 5, 6, 7. Бәріне сәлем, қазақ елі, сен мен әділет. Және бүгін не өзгерді? Бүгін Minecraft Pocket Edition обновление шықты 0.15.6. Бұл жерде қазір біз бүкілін қараймыз. Қазір біз настройка кірейік. Короче, сол баяғы настройканың түгі да өзгерген жоқ. Және, енді ойынды қарайық. Без лагсыз болып тұр. Қазір көреміз енді ойын ішінде. Қазір күте тұрыңдар, мен просто несін істеуін. Шынымен оншағатты лагтар жоқ. Және де что-то еще қазір мен бір нәрсені тексеріп жіберейін. Міне қараңдар, қазір осындайларды құлауы да мүмкін. Бұл әлі тұрыпты. Енді қазір ең бірінші, енді біз қазір кім жасап көреміз? Исушитель. Маған бәрібір, что 16-да жасайды. 0.12.1-де де новый заттар қосқан. Егер не қосылса, исушитель, мен қуанар едім. Жоқ, достар, әлі қосылмапты. Енді бір 0.15.6 енді сентябрьде шығады. Мен сразу айтайын, сентябрьде шығады. Ал егер сентябрьде шықпаса, октябрь немесе сояқпен кетеді әрі қарай. Екінші, достар, октябрьде сабақтың уже екінші айында кім FNAF-тардың фанаты? Мен FNAF 5-ші FNAF шығайын деп отыр. Соны сол туралы екінші каналымда айтқам. Айтпақшы, менің екінші каналда неғып роликтар шықпайтынын айтайын. Менде екінші каналға уақыт жоқ. Бірінші каналда подписчиктер көп болған соң оншаға түсіре алмаймын. Так что ренжімеңдер. Короче, енді қазір қарайық. Мен скинім кесем өзі түркен. Міне қазір скиндер қосылған жоқ па? Жоқ, сол баяғы скиндер қосылмапты. Енді достар, скин келесі версияда қосса екен деп тілейік. Сол баяғы бұрынғы скин. Ал жайт, достар, қазақ елі, сендермен болған әділет. С ролика ұнаса лайк басыңдар. Еще досым, сен подписывать еткен жоқсың, подписывать ет. Және де коммент жазып не істеңдер. Туралы достарына айтыңдар. Ал сендермен болған әділет. Келесі кездескенше қош сау болыңдар, достар.